Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология каналы. Және достар, бүгін сіздермен бірге метеорлар мен метеориттерді зерттейтін боламыз. Метеор немесе аққан жұлдыз аспандағы жарық жарқылдаған іздер. Ол метеороид деп аталатын кішкене металл қалдықтарының жер атмосферасына енген жанып кетуінен болады. Кей кездері үлкен метеориттер толығымен жанып кетпейді, жер бетіне келіп түседі. Мұндай бөлшектерді метеориттер деп аталады. Метеорит орбиталары. Метеоритта күнді айналады. Олар әртүрлі жылдамдықта қозғалады. Ең жылдамдары сағатына 42 км-ге дейін қозғалады. Метеор жауындары. Жыл сайын белгілі бір уақыт метеориттардың кішкене топтары жер атмосферасына еніп жанып кетеді. Оның нәтижесінде жарқылдаған жауын орын алады. Бұлар метеор жауыны деп аталады. Леонид және Персид. Метеор жауындарында екі танымал жауын. Персид жауыны жыл сайын 12 тамызға қарай, ал Леонид жауыны қараша айында көрінеді. Метеориттардың